жетістікке жету үшін мына 4 фактор өте маңызды. Яғни бұл 4-еуі болмаса, сенің ісің бір дөңгелетіп алып кете алмайды екенсің. Яғни грантқа түсу үшін де дәл осы 4 фактор маңызды. Ол қандай? PQ, яғни физикалық даму. Физикалық даму, сен дене қимылын жасамайынша, бір орында жата беретін болсаң, қатты көп қозғалмайтын болсаң, сенің жұмыс істеу қабілетің де соншалықты төмен болады екен. Сондықтан біз міндетті түрде сабақ оқитынның алдында міндетті түрде не жасау керекпіз? Физикалық жаттығулар, немесе музыка тыңдау деген сияқты билеп болса да энергиямызды бөліп алу керек. Бұл өте маңызды болды. Яғни мысалға біздің PQ-мыз мынадай болып тұр дейік. Кішілеу болып тұр. Одан кейін IQ деген интеллектуалды даму. Интеллектуалды даму ол саған не үшін қажет? Ойлау қабілетіңді арттыру үшін, есеп шығаруың, білім алуың, осы сияқты факторлардың барлығы біздің интеллектті дамуымызға жатады екен. Онымыз біз былай болып тұр дейік. Ал EQ деген ол эмоционалды даму. Эмоцияңызды басқарып, сыртқы сіздің жаман болсын, жақсы болсын, сыртқы фактордан айтылған нәрселерді бірден қабылдай бермей, өзіңе не керек, қайсы керек, соны қабылдап үйрену керек. Яғни эмоцияны басқару да бізде өте маңызды. Және осы тұста айтатыным, сіз әрдайым бір істі бастарда позитивті эмоция шығарып, алдын ала позитивті болып алуға тырысу керек. Сабақты оқымас бұрын міндетті түрде позитивті көңіл күйіңізді көтеріп алыңыз, жақсы әуендер тыңдаңыз. Содан кейін барып бастасаңыз өте тиімді болады. Мысалға ол мынадай дейік. SQ деген ол рухани даму. Рухани даму бізде ол айтпаса да түсінікті, яғни сіз адамгершілік жағынан, басқа жағынан да, адамдарға жақсылық ойлау жағынан да жоғарғы деңгейде болу керексіз. Сараңдық, қызғаныштық деген дүниелерімізді алып тастасақ, яғни сізде рухани дамуда өте жақсы болса, егер міне 4-еуі бірдей дамыған болса, бізде әдемі шеңбер пайда болушы еді. Сондықтан сіз дөңгелетіп бір істі соңына дейін 4 қоласы түгел қылып алып кеткіңіз келсе, ендеше 4 факторды да бірге дамытуға тырысу керек.